Сәкен Сайфуллиннің өмірі мен шығармашылығы дәл қазіргі кезде екі жақты бірдей текшейтін жағдайда тұр. Сәкеннің Аққудың айырылысуы сияқты таза поэзиялық шығармалары оның ақындық әлемінің асқақтығын дәлелдейді. Ал өмір күресімен астасып кеткен тұсындағы экспресс сияқты дастандары құрылымдық жағынан жаңа, ал мазмұны жағынан дәл бүгінгі біздің рухани сұранысымызға екішті көзқарас білдіреді. Бұған қарап, Сәкенді ешқашанда қазақ әдебиетінің тарихынан сызып тастай алмайсың. Ол сол өзінің таза құлшынысымен, сол өзінің рухани күресімен, сол өзінің адасуымен біздің өмірімізден орын алады. Біз соған қарап отырып, ертеңгі қазақ әдебиетінің тарихын, даму бағдарын өлшейтін боламыз. Шығармашылық өмір иесі әмәнді бір жақты не күнгей, не көлеңке болып бөлінбейді. Оларда тау сияқты. Күнгей бар жерде көлеңке бар, күнгей тақыр, көлеңке ну келеді. Яғни адамның ішкі рухани